Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз кальмар ойыны сериалы туралы болмақ. Сонымен кальмар ойыны немесе Squid Game сериалы не туралы? 17 қыркүйекте әлемдік Netflix стриминг компаниясы оңтүстік кореялық кальмар ойыны атты сериалын көпшілікке ұсынды. Небәрі 9 бөлімнен тұратын сериал тұсаукесерден кейін бірден ең үздік 10 қатарына енді. Алғашқы 4 күн ішінде Netflix үздіктерінің 10-ында көш бастаған болатын. Балалық шақтың ойындар тобы барлық аймақта кездеседі. Командалық ойын болсын, жеке ойын болсын, жеңілгені ойыннан шығып қалады. Автор дәл осы идеяны негізге ала отырып, ересектерге арналған балалар ойынын ұйымдастырады. Ал сериалды көргісі келетіндер болса, қазір сіздерге спойлер болады. Сонымен сериал сюжеті. Өмірге қарызға белшесінен батқан 456 адам ешкім білмейтін жұмбақ ойынға қатысуға шақырту алады. Олар 38,5 миллион ақш долларын ұтып алу үшін өз өмірлерін қауіпке тігеді. Алғашында ойынның құны өз өмірі екенін білмейді, бірақ екінші рет ойынға қатысып, ұтылса өлімді қабылдайтынына келіседі. Сериалды көрмес бұрын нені білу керек? Ең алдымен кальмар ойындарында қан төгіс сахналары өте көп. Сериалды қан, жауыздық пен қорқынышты сахналарды жаны сүйетін, қарай алатын жандарға ғана көруді ұсынамыз. Сериал 2 жыл бұрын басқа атаумен таныстырылған болатын. Netflix алғаш рет 2019 жылы күзде режиссер Хван Дон Хёк жаңа кәріс сериалын ұсынатынын және оның атауы Round 6 деп аталатынын баспасөз жиынында хабарлаған болатын. Сюжеті бойынша жүздеген адам белгісіз жерде қамалып, кезең-кезеңнен өтетіні айтылған. 1970-80 жылдар Кореяда танымал болған балалар ойын негізінде болатыны сөз етілген еді. Осындай ойындарға қатыссам, қандай сезімде болар едім деген режиссердің қиялынан туған. Сериалда атақты аштар ойыны The Hunger Games фильмінен салыстырылады. Дегенмен Хван сұхбатында аталған шоу 2008 жылы фильм ретінде жоспарланғанын да айтқан еді. Мен жапон анимациясы мен мангаларынан шабыт алғанымды мойындаймын дейді ол. Сценарий жаза бастағанында өзімде де қаржы жағынан мәселелер болатын. Комикстерге уақытымды арнадым, соның ішінде патшалар шайқасын оқыдым дейді ол. Кальмар ойынында қандай ойындар ойнатылады? Алғашқы ойын Red Light, Green Light деп аталады. Көптеген мемлекетте балалар арасында танымал болған ойын түрі. Бір адам артқа бұрылады, ол көрмей тұрғанда басқа ойыншылар мәреге дейін жетуі керек. Бас ойыншы санауды аяқтап бұрылғанда ойыншылар қатып қалады. Кім қозғалады, сол ойыннан шығады. Екінші ойында қайнатылған балдан немесе қанттан жасалған бәліштерден белгілі бір пішінді сындырмастан кесіп алуы керек. Үшінші ойында ойыншылар 10 адамнан 2 командаға бөлінеді. Олар бұл жолы арқан тартысады. Ал төртінші ойында ойыншылар өзара жұптасады. Әр қайсысына 10 кішкене шар беріледі. Оларға өзара ойын ойнау тапсырылады. Жеңілген адам барлық шарды қарсыласына беруі керек. Кім толық 20 шарды алады, сол келесі кезеңге өтеді. Бесінші ойында қатысушылар 1-ден 16-ға дейін санды таңдайды. Кейін оларға сол рет бойынша көпірден өту керек. Дегенмен көпір әйнектерден тұрады. Бірі қалың, енді бірі жұқа. Ойыншылар секіріп өту керек. Сериал барысында аталған ойынның біздің елдегі танымал ойындардың бірі мак ойынына ұқсайтынын байқайсыз. Соңғы ойында бас кейіпкерлер Ги-хун мен Сан-у бала кездерінде ойнаған кальмар ойыны. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, видеоның астында өз ойларыңызды қалдыруларыңызды сұраймыз. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар.